Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 9-шы сынып алгебра пәні бойынша 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші нұсқаның тапсырмалары. Бірінші тапсырма 420 деген градус берілген, біз оны радиан арқылы өрнектеуіміз керек. Ол үшін біз 420-ны көбейтеміз пи бөлінген 180-ге. Енді мына жерде 180 мен 420-ны қысқартамыз, яғни екеуін де 60-ға бөлсек болады. 180-ді 60-ға бөлсек 3, 420-ны 60-ға бөлсек 7 қалады. Сонда 7 пи бөлінген 3 деп радианмен өрнектеліп шығады екен. Енді нұсқаларға қарайтын болсақ, 7 пи бөлінген 3 деген А нұсқасында тұр, иә? Енді келесі екінші есеп. Екінші есепте енді керісінше берілген екен. Радианмен берілген, біз оны градусқа айналдыруымыз керек. Берілгені 1,2 пи, оны градусқа айналдыру үшін біз көбейтеміз 180 бөлу пиге. Сонда пи мен пи қысқарады да, 1,2-ні 180-ге көбейтсек 216 градус шығады. Енді нұсқаларға қарайтын болсақ, 216 деген А нұсқасында тұр, А жауабында тұр, демек Аны белгілейміз. Келесі екінші тапсырма. Бірлік шеңберді қолданып берілген тригонометриялық функцияларды координаталық жазықтықта белгілеңдер дейді. Яғни бірінші берілгені синус минус 150 градус. Бірінші бірлік шеңбер салып алдық, минус 150 деп тұр. Бұлай қарай жүрсек плюс 150, ал оған қарама қарсы төмен қарай жүрсек минус 150. Міне бұлай бір жүрсек, мына жерге келсек 90-ға тағы да 60-ты қосатын болсақ, мына жерде минус 150 градус. Осыны белгіледім. Келесі косинус 3 пи бөлінген 4. 3 пи бөлінген 4 деген бізде 135 градус. 135 градус ол оң болып тұр. Демек, бұлай қарай жүреміз. 90-нан үлкен 135, кішкене тағы да 45 градус тең ортасына дейін жүрдік. Сонда мына жерде 3 пи бөлінген 4 деген градус бар екен. Осылай бірлік шеңберде белгілеп алдық, минус 150-ді де 3 пи бөлінген 4-ті де. Келесі төртінші тапсырма. Бізге тангенстің мәні берілген. Тангенс альфа тең 4-тен 3. Енді бізге синусты табу керек, косинусты және котангенстің мәндерін табу керек. Бізде тангенс альфа ол А бөлінген В-ға тең, сонда А бұл жерде 3 болып тұр, ал В 4 болып тұр. Енді синус альфа бізде А бөлінген С-ға тең еді. Енді бізде А бар, В бар, бірақ С жоқ. Бірақ біз С-ны тауып ала аламыз. Қалай? Пифагор теоремасы бойынша С тең болады түбірасты А квадрат қосу В квадратқа, тең, сонда орнына қоямыз, А мен В-ны орнына қоямыз. Сонда түбірасты 3-тің квадраты қосу 4-тің квадраты тең болады. Түбірасты 9-ға 16-ны қоссақ 25, сонда түбірасты 25-тен 5 шығады. Сонда С-ның мәні 5-ке тең екен. Енді синус альфаны 5-тен 3 деп жазамыз. Келесі косинус альфа бізде С-дан В-ға тең, ол 5-тен 4-ке тең болады косинус альфа. Ал котангенс альфа дегеніміз В бөлінген А-ға тең, яғни 3-тен 4 болады екен. Осылай біз тангенс бізде берілді, синустың мәнін таптық, косинустың мәнін таптық және котангенстің мәнін тауып алдық. Келесі 5-ші есеп теңіз дейді. Косинус жақша ішінде пи бөлінген 4 азайту альфа, осын есептеу керек бізге. Ал косинус альфа бізде 0,8-ге тең екен. Ал альфамыз 0 мен пи бөлінген 2-нің арасында екен. Енді косинус альфа минус бетта деген формуланы білеміз. Бұл бізде косинус альфа, косинус бетта қосу синус альфа, синус бетта деп ашылады. Енді және біз білетін формула бар. Синус квадрат альфа қосу тепе теңдік бар. Синус квадрат альфа қосу косинус квадрат альфа ол 1-ге тең болады. Біз осы жерден синус альфа тең түбірасты 1 минус косинус квадрат альфа деген формуланы аламыз да. Енді біз синус альфаны тауып аламыз. Бізде косинус бар. Енді синус альфа тең болады түбірасты 1 азайту косинустың орнына 0,8 қоямыз. 0,8-дің квадраты тең. 0,8-дің квадраты 0,164, 1-ден 0,164 азайтып тастайтын болсақ, 0,136 қалады. Сонда түбірасты 0,136-дан 0,6 шығады. Біз синустың мәнін тауып алдық. Енді косинус пи бөлінген 4 минус А
тең, мына формуланы жаздық қой жаңа, дәл осы бойынша ашып аламыз. Сонда пи бөлінген 4 деген 45 градус қой. Сонда косинус 45 градус көбейту косинус альфа, қосу синус 45 градус көбейту синус альфа, иә. Енді бізде косинус 45 градус түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең көбейту, жаңағы косинус альфамызда 0,8-ді бөлшек түрінде жазып алатын болсақ, ол 5-тен 4 қосу синус 45 градус түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең көбейту синус альфа 0,6-ны бөлшек түрінде 5-тен 3 деп жазсақ болады. Тең, енді көбейтіп алайық. Көбейтсек 4 түбір асты 2 бөлу 10 қосу 3 түбір асты 2 бөлу 10 болады. Енді бөлімдері бірде, алымдарын қоса саламыз. Яғни 4 пен 3-ті қоса саламыз, сонда 7 түбір асты 2 бөлу 10 болады екен. Ал 7 мен 10-ды бөлсек 0,7 түбір асты 2 болады екен. Ал мынаны түбір астынан шығарып есептейтін болсақ, 0,199 шығады екен. Сонда жауабы 0,199. Келесі 6-шы есеп, есептеңіз. Берілгені котангенс 270 градус қосу тангенс 180 градус, азайту косинус минус 150 градус, азайту синус 240 градус. Біз бұл жерде келтіру формулаларын пайдаланамыз. Қарайтын болсақ, котангенс 270 градус дегеніміз 0-ге тең, ал тангенс 180 градус дегеніміз 0-ге тең. Біріншісі, екіншісі 0 болып тұр. Енді келесінен бастап есептейік. Косинус минус 150 градус, ол косинус 150 градус болады. Яғни косинус жұп қойса үшін минусын жұтып қояды. Сонда косинус 180 азайту 30 градус деп жазып алсақ болады 150-ді. Сонда бұл минус косинус 30 градусқа тең болады екен. Ал синус 240 градусты біз синус 270 азайту 30 градус деп жазып алсақ болады. Ол бізде минус косинус 30 градусқа тең екен. Енді барлығын орнына қоямыз. Котангенс 270 0-ге тең, тангенс 180 0-ге тең. Сосын азайту минус косинус 30 градус болады. 2 минус болған кезде плюс болып кетеді. Мына жерде дәл солай минус плюс болып кетеді. Сонда косинус 30 градус қосу косинус 30 градус. Сонда 0 болады. Мына екеуі қосылса 2 косинус 30 градус. Ал тең 2 көбейту косинус 30 градус дегеніміз түбір асты 3 бөлінген 2-ге. 2 мен 2 қысқарады да, сонда түбір асты 3 қалады. Сонда мына өрнектің мәні түбір асты 3-ге тең болады екен. Осымен 6-шы есеп аяқталды.